Армысыз көрермен, сіздермен жаңа сериал арнасы. Бүгін сіздер 46 және 48 бөлімді тамашалай аласыздар. Ендеше бірге тамашалайық. Мәжиде үйге келіп Ниниді қызғандырумен болады. Шермен Мәжиденің әрекетін Сараға айтып, бұл қыз есінен адасқан ба деп таңданумен болады. Сара болса, ол мұндай қысымға шыдай алмай қайтып келеді. Әзірше бақылайық, білген істесін, мүмкін өз райынан қайтар дейді. Мәжиде жалғыз жатып ойланумен болады. Казым да өз жұмыс орнында таң атырады. Нини Мәжидеге үйдің ережелерін айтқанда, ол болса бұл үйдің иесі менмін, не істесем де өз еркім деп оны орнына қояды. Шермен қызының үйіне көшіп келеді. Оны Жихангир көріп қырыңдаумен болады. Кенет ол үйге кіргенде Нини оның көшіп келгенін көріп қуана қоймайды. Казым аурухана мәселесін қолға алғаны дұрыс болды деп Заферге айтады. Ол Заферге Мехметке звондап әр қызметкерді тексеріп, бұл ақпаратты кім таратқанын тезірек тапсын дейді. Мехметтің әңгімесін естіген дәрігер ауруларды басқа жерге көшіріп жатқанын, бар мән-жайды баяндап, нақты мекен-жайды жіберем дейді. Мәжиде анасына бөлмені өз қалауыңмен жасап ал деп кеңес береді. Ол болса, әлі де бұл үйде екеніне көңілі толмайтын жеткізеді. Үстел басында Шермен мен Нини бір-бірімен сөз таластырады. Нини әдеттегідей ауырып қалады. Берин дәрігерге звондап өзінің ауыр болғанын, анализ қорытындысы оң нәтиже бергенін естиді. Алайда ол оған бұл жаңалықты ешкімге айтпаңыз деп өтінеді. Нини жол бойы жылаумен болады. Казым Заферге әр жаңалықты айтып отыр деп тапсырады. Мәжиде Ниниді ауруханаға келіп, Нинидің жағдайын Казымға баяндайды. Жихангир Шерменге звондап көңілін аулаумен болады. Казым Мәжидеге келіп, мән-жайды сұрап, бұл жағдайлар үшін кешірім сұрайды. Кенет дәрігер келіп, Казымды алып кетеді. Казым бөлмеге келгенде баланың жүрек соғысын көріп толқып тұрады. Ол ерекше сезімге бөленеді. Алайда Мәжидені де ойлап тұрады. Мәжиде көңілі түсіп шығып кетеді. Казым Жихангирмен кездесіп, сәби туралы сырласып тұрады. Ол өзінің әке болатынын түсініп келе жатқанын айтады. Сара болса Мәжидеге звондап, тек алға деп қолдау көрсетеді. Шермен бөлмесіне кірмек болғанда, ол Бериннің бөлмесімен шатасып кетеді. Берин оған қонақ бөлмесі қайда екенін қызметшіден сұраңыз дегенде, Мәжиде келіп, анасы осында көшіп келгенін жеткізіп, оған анасына мес көрсетпеуін ескертеді. Казым кешкі асқа келіп, тамақ іше бастағанда, жаңғақтан аллергиясы басталып ауырып қалады. Мәжиде одан кешірім сұраумен болады. Екеуі солай татуласа бастайды. Берин болса бұған ашуланып отырады. Шермен оған шыдай алмай екеуі салғасады. Келесі күні Казым Мәжидеге кешке ештеңе жоспарлама деп өтініш айтып, өзі бар шаруаны Мехметке тапсырады. Берин мен Нини кешкі отырысқа дайындалады. Берин болса, Казым саған төменге түспеуді бұйырды, сен ол жерде бола алмайсың дейді. Нини бұған ренжіп қалады. Мәжиде де барды жағып сәнденеді. Кенет қызметші Казымнан қорап алып келеді. Ол әйеліне әдемі көйлек сыйлайды. Кешкісін салтанатты жиын басталады. Кенет Сара Ниниге звондап бар жағдайды айтумен болады. Мәжиде бөлмеге кіргенде Беринді көреді. Ол оның мұнда екенін көріп таң қалады. Екеуі ерегесіп тұрады. Берин болса жасаған ісіне өкінетін айтып, татуласатын ойы барын айтқанда, Мәжиде оған істерін еске алып жатқанда, Казым болса Мәжидені теңізге лақтырған Бериннің ісі екенін естіп қалады. Той салтанаты бастау алады. Кенет полицейлер келіп, Казымды бөлімшеге алып кету керегін жеткізеді. Бәрі аң-таң күйде қалады. Казым бәрін Жихангирге тапсырып, өзі бөлімшеге кетеді. Мәжиде Казымнан не болғанын сұраумен болады. Алайда ол тіл қатпайды. Жихангир оған бұл ауруханаға байланысты мәселе екенін жеткізеді. Адвокат Казымға мәселе қиын екенін, тексерістің өту үшін 6 ай мерзім керек екенін айтады. Казым комиссарға дәрілердің заңсыз болса да көп адамды емдегенін жеткізеді. Комиссар оған бұл жөнінде нақты қағаз жүзінде дәлел жоқ, тергеу ұзаққа созылады деп кетіп қалады. Оны камераға қамап тастайды. Ол анасының әрекетін ойлаумен болады. Берин Ахметпен сөйлеседі. Ахмет оған бұл ойыңа қалай келді дегенде, ол болса, сен ешқандай күдікті нәрсе қалдырмадың ба дейді. Ахмет оған маған сенсең болады дегенде, Берин бұл істерге қуанып отырады. Ахмет оған енді не жоспар дегенде, анасы болса, Казым түрмеге отырады. Билікке сен келесің,
бірақ тек сен менің дегеніммен жүресің, артық ештеңе жасама дейді. Мәжиде екеуі бір-бірін ойлаумен болады. Берен Ахметке келіп жаңа жоспарларымен бөліседі. Мәжиде Казымды күтумен болады. Берен Ахметке саған енді үйлену керек, бір аңқаулы қыз тауып алсаң болады. Мысалға Серадай қыз жарай береді дейді. Сера ненеге звондап жанды Германияға жіберетінін жеткізеді. Жихангир Казымға Мәжиде түнімен күткенін, кездескісі келетінін айтады. Казым ол мұнда келетін жер емес деп келіспейді. Казым Жихангирге анамды көргім келеді, оны алып кел деп өтінеді. Жихангир бұны анасына жеткізіп келуін өтінеді. Мәжиде үйге кетпек болғанда бір топ адамды көреді. Журналистер оны қаумалап сұрақ қоя бастайды. Мәжиде күйеуін қолдайды. Бір кісілер Казымның дәрілері көп кісіні емдегенін айтады. Берен Казымға келеді. Казым анасына Мәжиде туралы бәрін естігенін жеткізеді. Шермен Сарамен зат жинап жүргенде Сараға қоңырау шалынып, анасы қайтыс болған жөнінде қаралы хабар келеді. Казым анасымен ұрсады. Ол Казымға мен Ахмет үшін бәрін істеймін. Егер мені бопсаламақ болсаң, Мәжидеге Ахметті жаралаған кім екенін жасырғаныңды айтам деп ескертеді. Келесі күні адвокаттар Казымның мәселесін талқылаумен болады. Олар болса Анкарада Назли Шехинер деген мықты адвокат барын айтады. Мәжиде Хамданға звондап Ведат екеуінен көмек сұрайды. Сара анасын жерлеу рәсіміне келеді. Әйелдер болса оның анасымен араласпағанын өсектеп тұрады. Хамдан Мәжидеге Ведат адвокатпен сөйлесіп бергенін айтады. Сараға Хадиджа деген туысы келіп сөйлесуге шақырады. Ол Сараға анасының үлкен құпиясын баяндайды. Мәжиде ақыры Казыммен кездесуге келеді. Ол күйеуіне қолдау көрсетеді. Казым болса үміт барына күмәнмен қарайды. Берен Ахметке звондап мән-жайды бөліседі. Бір кезде Сера олмен кездесуге келгенде, Берен Сераға Ахметке күйеуге шықшы деп өтініш айтады. Сера болса ойланып қалады.